достар, Каспий Голдтан қалай снимок жасауға болады? Яғни басқа біреуге сіз ақша тастасаңыз немесе басқа да нәрселерді Каспий Голдтан снимок жасауға болмай жатыр деп маған комментарийге хабарлама келген екен. Енді соны қалай түзетсек болады? Ол үшін Каспийға кіресіз. Каспийге кіргеннен кейін сервисы деген бөлімді таңдап, өзіңіздің мына жердегі профиліңіздің үстіне басасыз. Жылдам кодын енгізіп, настройка деген жеріне кіресіз. Қайтадан жаңағы профилдің үстіне басасыз. Дәл осы жерді басқаннан кейін мына жерде блокирование скриншотов деп тұр. Сіздерде осы қосуы болады. Мен жүріп тастаған, маған скриншот жасау маған керек. Менде көп қажет етеді скриншот етуді. Сол үшін мен бұны қосып қойған болатынмын. Сіздерде осыны қосып қойғаннан кейін Каспий Голдтың ішіндегі кез келген выпискалар болар, тағы басқа да нәрселер бар. Суретке түсіріп алып тастай аласыз басқа адамдарға. Мынаны өшіріп қосып қойған жағдайда сіз ешкімге тастай алмайсыз. Бұл сіздің қауіпсіздігіңіз үшін, не үшін керек деген кезге, бұл сіздің қауіпсіздігіңіз үшін. Яғни кейбір адамдар бар, өзінің данныйларын суретке түсіріп тастайды. Сол данныйларды суретке түсіріп тастамау үшін, сіздің пластик кашкаңызды алаяқтар біліп алмау үшін бұны қолтап тастаған. Көп адам Каспий Голд түсіне бермейді. Сол үшін бұны қауіпсіздік ретінде қосып қойған. Тек егерде чектерді суретке түсіру үшін ғана қажет десеңіз, қосып қойып суретке түсіріп, басқа уақытта қайтадан өшіріп қойсаңыздар да болады. Пайдаланыңыздар, достарыңызбен бөлісіңіздер. Тағы түсінбеген жерлеріңіз болса комментарийға жазсаңыздар, мен сіздерге көмектесемін.